Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Бүгін біз Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінің азаматтық бастамаларды қолдау орталығы гранты аясында Серпін әлеуметтік даму ұлттық қоры жүргізіп жатқан татулық KZ тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу әлеуметтік жобасы аясында хабарымызды жалғастырып отырмыз. Бүгін біз сұхбат өткіземіз. Сұхбатымыздың қонағы Марғұлан Ермағанбетұлы, басқару қорының жетекшісі, болашақ бағдарламасының түлегі, ультрамарафоншы. Марғұлан Ермағанбетұлы біздің шақыруымызды қарсы алып, қабыл алып, біздің студияға келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Армысыздар. Бастысы осы эфирге шақырған сіздерге көп рахмет. Марғұлан Ермағанбетұлы, енді сіздің өмірбаяныңызбен қазіргі өзіңіз енді ылғи айтасыз, мен мынау орта буынға қатысты жастамын деп. Шынында да біз осы әлеуметтік жобаны жүргізу басында мынау өмір көрген үлкен ардагер дәрежесіне жеткен азаматтармен де жастармен де араласып сұхбат өткізіп, солармен пікірталас жобалардың жұмыстарын жүргізіп жатамыз. Соның ішінде шын мәнінде осы орта жастағы өзіміздің азаматтардың айтар сөзі бар. Себебі қазіргі мынау біз құндылықтар туралы, қоғамдағы әлеуметтік мәдени мәселелер туралы сөз қозғап, пікірталас тудырған кезде осы орта буынның айтар сөзі өте маңызды және бір салиқалы болып шығып жатқан көремісіздер. Себебі қазіргі заманауи өзгерістер, заманауи трендтерді де зерттеп біліп, солай бола тұрғанда да біздің өзіміздің ұлттық тамырымыз, ұлттық құндылықтарымыздың қасиеттерін, оның қасиеттерін біліп бағалап отыратын осы буынның өкілісі. Сондықтан бүгінгі біздің сұхбатымыз өте қызықты болады деп ойлаймын. Енді Марғұлан Ермағанбетұлы өте белсенді азамат. Жаңағы айтып отқан басқару қорының өзі осы әлеуметтік жобаларды атқаруда, солардың сапасын арттыруда да өзі заңгер есебінде, осы мынау басқару саласының маманы есебінде өте көп белсенділік танытып жүреді. Бірақ енді менің бірінші сұрағым, Марғұлан мырза, сіз енді осы болашақ бағдарламасын бітіргеннен кейін өзіңіз мемлекеттік органдарда біраз жыл жұмыс атқарыпсыз, әкімдікте, министрлік комитеттерінде. Қазір енді соның бәрін қалдырып, толықтай қоғамдық жұмыс, яғни үкіметтік емес ұйымдардың жобаларына белсенді қатысып, сондай жобалар жүргізіп екенсіз. Осындай өмірдегі бір беталыстың өзгерісінің мәні мен мағынасы, мақсаты неде болды деген сұрақтар қойсыз. Мынау мемлекеттік және мемлекеттік басқару деген бар, және азаматтық басқару деген бар. Бұл жалпы басқарудағы мызғымас бір бөліктер, ол бізде де бар, шетелде де бар. Бірақ әттеген-ай, бізде кейден азаматтық басқару кенже қалып жатыр да. Осының проблемасын көре және мынау өзімнің табиғатым осыған жақын шығар деп ойладым да. Өйткені мен анау мектеп кезінен болсын, студент кезінен болсын, мынау қоғамдағы жұмыстарға белсенді қатысқан екенмін да. Сөйтіп, жаңа сіз енді содан бастап жатырсыз ғой, неліктен мемлекеттік қызметте жүріп, содан кейін осы азаматтық қоғамға кеттім деген. Бізде болашақ бағдарламасын бітірпеген кезде бізде былай қоғамда түсінік бар екен: барлық болашақ бағдарламасының түлектері мемлекеттік қызметте болу керек деген сияқты да. Яғни мемлекетке үлес қосу үшін дамуына сен галстук тағып жүру керексің деген сияқты. Бұл қате түсінік. Сол себептен мен жаңағы азаматтық қоғамнан мемлекеттік басқару, мемлекеттік деңгейде шешім қабылдауға қатысу деңгейінің әлде проблемасы бар екенін көріп, сонымен қатар өзімнің мынау бэкграундыма сүйеніп, табиғатыма сүйеніп, өзім осы салаға келдім. Енді оны өзің жақсы білесіз, бұл салада бізде әлі мәселе өте көп. Азаматтық даму институттары өте көп қой бізде. Енді партия бар, бірлестіктер бар. Бірақ біздің бәріміз айтып жүрген мынау қоғамдық ұйымдарға қатысты. Бұл енді арнайы бөлек тақырып. Мен ол туралы көптеген подкастқа түсіп, көптеген эфирге айттым. Бұл бізде әлі қалыптасу деңгейінде қоғамдық ұйымдар. Әлі бір институционалды әлі деңгейге көтерілген жоқ. Сондықтан осы салаға үлес қосайын деп келген осындай себептерім бар.
қазіргі таңда енді сіз жаңа белсенді деп айттыңыз ғой. Өзім белсенділікке кейде азаматтық қоғам белсенділікті әлі зерттеп жүрмін өзім. Өзіме де кейде сұрақ қоямын, белсенділік деген не? Бізде енді азаматтық даму институтында блогерлігінде түсінік кіріп жатыр ғой. Олар да белсенді деп айтамыз, бірақ мынау қоғамды адастыруда белсенді де жұмыс істеп жатыр олар, былай айтқан кезде. Сондықтан мен кейде белсенділікті былай өз тарапынан түсіндіремін да. Мен яғни қоғамдағы түйткілді мәселелерді кәсіби деңгейге шешуге қатысу. Яғни мен өзім бэкграундым мемлекеттік қызметтегі тәжірибем бар, заң жазуым бар, мемлекеттік бағдарламалы іске асыру, соны халыққа дұрыс жеткізу, сапалы жеткізу, қолжетімді тілде жеткізу. Осы уақытта жұмыс істеп жатқан жайым бар. Өте жақсы. Қандай мемлекетте осы заңдарды әзірлеуге қатыстыңыз? Сол туралы қысқаша бір хабар беріп Енді жіберсеңіз. мен Өте қызық. кіріспе ретінде айтып кетсем, жалпы анау студент болып жүрген кезде мен бітіргенде өте белсенді болдым. Өзі білімді құндылық ретінде көретін азаматпын. Сол жерде мені мұғалім болып қалдырды, бірақ мен қоймай, өзім бір арманы болды, ауылға барып мемлекеттік қызметтен бастасам екен деген сияқты. Сөйтіп ауылдан барып, ауылдан тәжірибе жинап, одан кейін қалаға келіп жұмыс істеп, жаңағы енді бұл иерархия ғой, әр деңгейде істеп келіп, содан кейін министрлікке келіп қадам бастым. Сол жерде істеп жүрген кезде мен жалпы мынау азаматтық қоғамның өлшемі құралы жергілікті өзін басқару дейді ғой. Сол саланың 3 заңына тікелей әзірлеуіне қатыстым. Енді тарихта алғаш рет бізде жергілікті өзін басқару деген басқарма ашылған болатын, содан басшы болдым. Соны мына бізде осы саланы реттейтін тікелей заңды әзірлеп, оның ішінде 10-нан аса заңға тәуелді, подзаконный акт дейді, соны әзірлеуге қатыстым. Енді одан бөлек қазір ол мемлекеттік қызметте жүріп жасаған заңдар ғой. Бірақ қазіргі азаматтық қоғамда жүр, көптеген ережелер бар, көптеген заңдар бар, соған тікелей қатысып жатырмын. Қазіргі таңда мысалы ақпарат министрлігінің аясына бізде үкіметтік емес ұйымдар туралы заң әзірленіп жатыр, енді азаматтар біледі. Ол жерде де белсенді қатысып жатырмын. Өйткені дәл белсенділікті осындай заңнамалы актілерді әзірлеу кезінде таныту керек. Бізде кейде бар ғой, заң қабылданып кеткеннен кейін, бюджет бекітіліп кеткеннен кейін ғана біз былай мәселе көтереміз. Сондықтан қазірден бастап мен өз кәсібилігіме сүйеніп, тек қана жаңағы заң емес, жергілікті өзін басқару, азаматтық қоғамның реттейтін басқа заңдарына да қатысушы болып табылады. Кеше біз сізбен бірге осы 12-ші Астана қаласы бойынша азаматтық форумға қатыстық қой. Сұрада да осы әңгіме болды. Қоғамдық ұйымдар, үкіметтік емес ұйымдар туралы заңның жобасы әзірленіп жатқанын, қаншама керемет ұсыныстар болды. Осындай өзіңіз сияқты қоғамға белсенді азаматтардың ұсыныстарының арқасында, әйтпесе бізде ұғым бар. Оны мемлекеттік орган әзірлейді, оны парламент бекітеді, талқылап, сонымен болды деген. Ал енді азаматтық пікір кейде тысқары қалып қалады. Бұл әрине дұрыс емес. Бұл жерде қосып кетейін, азаматтық қоғам комитеті бар ғой, ашықтық танытып жатыр қазіргі таңда. Осы заңның негізгі субъектілері бұл жаңағы үкіметтік емес ұйымдар ғой, солардың мүшелерін өзін қатыстырып жатыр ғой қазір. Ұсыныстарды айтыңдар, беріңдер деген сияқты. Бірақ енді дәл осы жерде бізде белсенділік аз болып жатыр, шын айтқан кезде, оны жасырмау керек. Сол себептен басқа ұйымдар осындай жерде атсалысу керек. Көбіне осы азаматтық жаңа үкіметтік емес ұйымдар кешегі кездесуден байқадық, көбіне сол грант алудың жолын ойлайды, жеке мүдде. Ал енді қоғамдық үлкен ірі мәселелерге келгенде сол онша енжарлық танытып жатады. Енді осы тұрғыда өзіңіз сол қоғамның әлеуметтік, мәдени, саяси дамуы, заңдардың дұрыс ары қарай жүзеге іске асырылуы деген сияқты мәселелерге жаңа белсенділік танытып жүрсіз деп айтып жатырмыз. Талай мынау телехабарларға, әлеуметтік желіде өз ұстанымдарыңыз бар. Енді осы тұрғыдан белгілі бір ой тұжырымыңыз қалыптасқан болар. Қазіргі Қазақстан қоғамында ең осы өзекті болып тұрған өте түйінді мәселе не деп ойлайсыз? 1-2 мәселенің атын айтсаңыз, яғни қоғамымыз мемлекет басшысы айтып жатқандай әділетті, адал, озық ойлы ұлт қалыптасу үшін бізге не тұсау болып тұр?
жалпы мемлекеттік дамуда ма әлде Иә, азаматтық мемлекеттік қоғамда ма? дамуда, азаматтық қоғамда қай сала болсын. Өзінің көзқарасымен Иә, иә, дәл қазір деп иә, айтатын иә. болсақ, енді ол классификация әртүрлі ғой. Ал қазір енді мен қазақ тілді аудиторияға айтайыншы өзіме. Вообще былай ғой, біз қазір жасанды интеллекттің басқаруында көшіп жатырмыз, иә? Әлем қарыштап дамып жатыр, былай айтқан кезде. Бірақ біз ұлт ретінде біз қай деңгейде тұрмыз деген осы сұраққа ойланамын да. Қалай дегенде біз енді мынау жарыспасақ та, бірақ біз бір деңгейде мынау әлемдік даму рейтингілері бар ғой. Адам бақыт индексі бар, жалпы мынау Адам даму мемлекеттің индексі бар, дамуы иә. бар, жемқорлықтың бәсеңдеуі, сондай көп индикаторлар бар. Сол кезде әттеген-ай біз әлі мынау 50-ке кірмей жатамыз да. Былай қарасақ, сол 10-ға кіріп тұратын бақыт индексіндегі елдер сияқты бізде де сол бас бар, сол құлақ бар, сол көз бар деген сияқты. Мен мынау Европаға барған кезде әрдайым соны ойланамын да. Әрине біздің де былай жақсы жағымыз бар, даму көрсеткіші бойынша мынау бұрынғы посткеңестік елдердің ішіне біз көшілгенбіз көп дегенде. Бірақ бұнымен тұрмауымыз керек, алға жылжуымыз керек. Сол себептен мен өз ойымда қазіргі мәселені айтайыншы, жаңағы қазақ ұлтына қатысты айтсақ, бізде мынау жаңағы келе жатып нені қарадым мен, реклама ретінде емес, жалпы айтайын. Мынау НДС-ке қатысты қазір енді мынау салық кодексі қабылданды ғой. Сол кеше бір вице-министрдің подкастын қарадым да, қарасам бір 10 мың ғана қаралым болған екен да. Ал бір жеке тұлғалардың төсек деңгейі деген әңгімеде ғой, 1.200.000 қаралым болған екен да. Енді біздің ақпарат алу мәдениеті үлкен проблема деп айтқым келеді. Қажетсіз өзіміздің дамуымызға, рухани, физикалық, материалдық дамуымызға қажет емес ақпараттарға тез бой алдыртамыз. Сол жерде біз пікір жазамыз, талқылаймыз деген сияқты. Еш қажет жоқ ақпаратта. Сондықтан ақпарат алу мәдениетін дамытуымыз. Бұл бірінші. Керемет айттыңыз. Екінші мәселе, бұл мынау заң мен тәртіп қағидасы қазір қабылданып іске асырылып жатыр ғой. Біз енді бұдан да басқа көптеген құжаттар бар, стратегиялық. Бірақ мынау құжат, мен ойымша қазіргі таңда өзекті құжат. Бірақ әттеген-ай, көп азаматтар осы тұжырымдамамен таныспаған. Президент өзінің сайлауалды бағдарламасына әділетті Қазақстан деп айтты ғой, құру жолында, иә. Бірақ әділеттілік мен ойымша бірінші кезекте осы заңның үстемдігінде жұмыс істеу ғой. Бірақ біздің қазақ қоғамы қаншалықты заңға бағынған, қаншалықты біз заңды білеміз. Бізде заң емес, қазіргі блогерлердің тілімен сөйлейміз да. Блогер айтты дейміз біз. Анау уәкілетті орган айтты деп айтпаймыз. Тіпті біз ерінбей қарап шықсаңыз, уәкілетті органның ресми мәлімдемелері, ресми парақшаларында қарауын өте аз. Ал біз жаңағындай ешқандай кәсіби білімі жоқ, нақты аргумент жоқ азаматтардың сөзіне еріп кетеміз. Міне бұл құқықтық сауаттылықтың төмендігі, құқықтық нигилизм басым. Осы бағытта көп жұмыс істеуіміз керек. Біз биылдың өзінде көптеген шара жасадық. Соны біз негіздеп айтқым келеді, осы бағытта көп жұмыс істеу керек. Үшінші мәселе, енді сіз жаңа айттыңыз, көп белсенділік танытып, жаңағыдай эфирлерге шығып, әлеуметтік желіні былай көп пікір айтасыз дейсіз. Абайдың сөзі бар, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін деген сияқты. Мен де ермек үшін жасамаймын да осында. Бізге мүмкіндік беріп тұр бірінші мемлекет, демократиялық қоғамда пікірінді айтуға. Қазір кез келген эфир, мен өзім белсенді түрде, мысалы Хабар, Қазақстан, Атамекен каналдарында 24 кезекте тұрақты сарапшымын. Маған алаңды беріп тұр. Енді мен тәжірибем болса, білімім болса, маған неге айтпасқа бұл жерде? Қоғамда түйткілді мәселелер. Мемлекет емес, қазіргі әлем сізге белсенділікті арттыру үшін әлеуметтік желіні беріп тұр. Әлеуметтік желіні біз ермек үшін бір ойын сауық алаңы ретінде қолданбауымыз керек. Әрине, ол шектеу жоқ. Әркім өз деңгейіне әртүрлі қолданады. Бірақ мен өзім тәжірибеме сүйеніп, осы әлеуметтік желіні титтей болса да қазақ халқына бір қажетті бір ақпарат беруді мен өзіме мақсат қойдым. Сол себептен мен осы үш проблеманы айтқым келеді. Яғни үшінші проблема, кез келген белсенді азамат тәжірибесі, білімі болса, осы әлеуметтік желіде өзінің саласы бойынша, өзінің ой толғамы бойынша аптасына 1-2 рет болсын әлеуметтік желіге өзінің ойын жеткізіп отырса. Өйткені бізде сен әлеуметтік желіні алмасан,
енді бізде Вакуум надан болмайды. деп айтпайын, бірақ неше түрлі азаматтар бар, солардың сөзі өтімді болып кетеді. Біз қазір ақпараттық кеңістікте майдан болып жатырмыз да, Майдан, ақпаратты біз пайдалы ақпаратпен алуымыз керек. Міне осы үш мәселені айтқым келеді. Өте жақсы, көп рахмет Марғұлан мырза. Шынында да бұл бір азаматтық ұстаным. Мына болып жатқан процестерге бейжай қарамай, әркім өзінің жеке бір шаруасымен жүріп, немесе сол хайп қуып, жаңағы майда шүйда Иә, өсек аяң деген нәрселермен әуес болып кеткен жағдайымыз көп. Жаңа мемлекеттік орган туралы айттыңыз. Шынында да қаншама ірі жұмыстар атқарылып жатыр. Ал енді сол мемлекеттік органдардағы сол белгілі бір блогерлердің, жаңа өзіңіз айтқан төтенше бір кісілердің пікірлерін қолдап, қуалап, соны үлкен бір халықтың әлеуметтік ортада бір қоздырып, оларға ресми өкіл ретінде қарайды ғой тіпті. Иә, сондай алауыздық тудырып жіберетін мәселелер Өте өте көп. Соған сақ болуымыз керек. Ол енді мәдени ақпараттық сауаттылық деген осы шығар. Енді сәл басқа тақырыпқа ауысқымыз келіп отыр. Себебі бүгінгі біздің сұхбатымыздың өзі тақырыбы ер азаматтың қазіргі қоғамдағы портреті, бейнесі деп алдық осы тақырып. Себебі ер азаматтың қоғамдағы рөлі бөлек, ал енді отбасындағы, мынау тұрмыстағы рөлі туралы, орны туралы, мынау отбасы құндылықтарын дәріптеу, отбасы институтын нығайту, балаларымызға дұрыс тәрбие беру жағында да үлкен сұрақтар көп. Қазір осы тұрғыда біз жақында Марғұлан мырза өзіңіздің қатысуыңызбен бір қызық диалог өткіздік осы студияда. Осы жобаның аясында отбасы құндылықтары қос нүкте қойып, заманауи, дәстүрлі және заманауи көзқарастар тоғысы деп атадық. Сол жерде біраз қызық талқылаулар болды. Уақытыңызына байланысты айтылмай қалған мәселелер бар. Осы тұрғыда өзіңіздің айта алмай қалдым ау деген бір ой пікірлеріңізді жалғастырып жүрсеңіз. Яғни қазіргі отбасы құндылықтарына дәстүрлі көзқарастар мен заманауи көзқарастардың солар тоғыстыруға бола ма? Орада қарама қайшылық жоқ па? Ал енді бір алтын ортасын, алтын өзегін тауып, біз осы ұрпақтар сабақтастығын жалғастыра аламыз ба? Осы жерде бізде қандай бір келіспеушіліктер, бір сәйкессіздіктер болып жатыр деп ойлайсыз? Өте маңызды мәселе. Бізге отбасы құндылығын, отбасы институтын сақтау керек. Себебі қазір ажырасу көп, отбасында зорлық зомбылық көп, кикілжің көп. Оның барлығынан біздің балаларымыз біріншіден зардап шегіп жатыр, екіншіден болашағына зиян келіп жатыр. Бәріміз толғандырып жатқан мәселе осы туралы. Өзіңіз екі ұл, екі қыздың әкесімін, аха. Құдайдың бергені сол екі ұл, екі қыз. Сол басты байлық ретінде қарастырам. Бір әйелім бар. Бұлай тақырып өте қиын. Қазір ер азаматтың жалпы отбасыдағы рөлі, кейде ойланам, біз өзім сол рөлді дұрыс атқарып жүрмін ба деген сияқты. Өйткені ер азаматтың портреті әр кезеңде әртүрлі болды ғой, бірақ дегенмен өзгермейтін өзінің нелер бар, ұстанымдар бар. Ер азамат ол үйдің отағасы дейді ғой қазақтар. Сен президентсің да, басқарушысың да, былай айтқан кезде. Яғни сол мемлекет қалай болады, кіші мемлекет ол саған байланысты. Сол себептен жауапкершілік көп, өзіңіз білесіз, нарықтық өмірде сүріп жатқандықтан артымыздан ерген балаларға толыққанды мүмкін материалдық қажеттілікті өте алмайтын шығармыз. Өзіңіз білесіз, мысалы қасындағы балалар қымбат iPhone ұстауы мүмкін, мен балам қымбат емес, жай ұстауы мүмкін. Міне бізде ортақ тоғысқан құндылықтар болады да. Сондықтан мынау әке рөлі де мынау кешеге өткен пікірталас алаңы ғой, енді бірігіп өткіздік қой. Оның мақсаты былай болды ғой, енді бізді кейде ести алмайтқан шығармыз деп мен ойлағам. Мынау феминизм бағытындағы белсенді азаматшаларымыз бар ғой, әлеуметтік желіде белсенді да, бірақ осы жерде естейінші деп ойладым да, не айтады екен бұлар, нақты не аргументке сүйенеді деген сияқты. Бізде де бір олқылықтар бар шығар. Мемлекетте ер азамат өзін бұрынғы қазақ
қазақ болып қалыптасқан кездегі бейнесінен ажырап қалды да. Рас. Оған әртүрлі факторлар бар, нарық бар, тәрбиенің аздығы бар, руханияттың әлсіреуі бар. Объективті түрде қарау керек. Мынау сіздің айтқан сол тақырыпты қарасаңыздар, тақырыптың өзі қызық, дәстүрлі және заманауи көзқарастардың тоғысы. Мен ойландым да соны, неге заманауи көзқарастарда дәстүрлі көзқарас заманауи болмайды? Біз не заманауида не аламыз деген сияқты да. Иә, және деген предлог қойдық ортасына, бірақ дәстүрлі де заманауи болып қалу керек қой, ол да көзқарас. Бірақ әртүрлі мәдениеттер еніп жатыр, мойындауымыз керек. Жастар санада фильтрация жоқ. Немістің құндылығы, Қытайдың құндылығы бізге бір эталон болып қалып жатыр да қазір. Олар осылай өмір сүреді, біз де осылай өмір сүруіміз керек дейді да. Жоқ, бұл қате түсінік. Адам болып қалыптасқанда ортақ құндылықтар бар. Бұл отбасы да. Сен кеше біреу айтып жатыр, отбасы құрмай-ақ та бақытты болу керек дейді да. Иә, келсем, отбасы құрып та бақытсыз болып жатқандар бар. Қаншама әйеліміз өзінің қалай күйеуінен таяқ жеп өліп жатқандар бар. Ол бар проблема. Келсем о жағымен. Бірақ біз қалай деген біз адамбыз ғой. Тіпті санасыз жануардың өзінің жұбы болады ғой. Оның қасына біз саналы азаматпыз. Алла тағала жаратқан ұрпақ өсіру. Иә, ұрпақ өсіру бұл міндетіміз. Енді ер адамдардың қазірге енді әйел адамға сын айтуға да болады ғой. Ол сынды мен ойымша ер азаматтың портретін қалыптастыруда әйел азаматқа сын айты бұрын бізде кешеге жолдауды негізгі болайыншы. Жолдауда негізі үлкен мәселе көтеріледі ғой, бірақ президентіміз де айтып кетті ғой, қазіргі таңда шум шығаратын әйелдер көбейіп кетті дейді. Бұл мен емес, президенттің сөзі. Ол жерде жолдауға сұрыпталған сөздер қойылады да. Рас, проблема бар. Бірақ енді әйел азаматтардың да шум шығаруында өзінің бір объективті түсініктері бар ғой. Бірақ енді мен әйелдерге емес, еркектерге айтайыншы, неге бізде ез мінезді ерлер дейді қалыптасады. Әйелін қол көтеріп, әйелін ұрып, өлтіретін пайда болды. Мен ойымша еркектердің руханиятын түсуі деп ойлаймын. Енді мен өзім әйеліме бірде-бір қол көтерген емеспін. Кейде ойланам, менің қасымдағы қоршаған ортамда қол көтерген азаматтарды естімеймін да. Осылар қайдан шыға береді деймін да. Қайдан шықты деймін. Иә, мойындаймын, бар. Бірақ мынаны түсіну керек. Әрбір екінші қазақтың жігіті ондай емес. Бізде кешегі Бишімбаевты Талғар оқиғасындағы жігіттерді көрсетті, қазақтың бар жігіттері осындай дейді. Мүлдем қате түсінік та. Қаншама ер азаматтар бар, отбасын асырап жүр, қоғамнан алды болып жүр, еңбек етіп жүр, әлемде қазақты танытып жүр. Қанша спортшыларымыз бар. Бірақ әттегенде қоғамда осыларды көрсетпей, осыларды талқыламай, осылардың бет-бейнесін бір үлгі етпей, бізде басқаларды көрсетеміз. Сондықтан біздің қазақ қоғамда ондайлар азайған жоқ. Бізде көп ондай ер азаматтар. Нақты отағасы болып жүрген, басқа ұлттарға үлгі болатын жігіттер көп бізде. Мен ойымша қазіргі таңда осындай мықты ер азаматтардың көп үлгі болатын жігіттерді көп дәріптеп насихаттауымыз керек. Мен сізге бір қызықты жайт айтайын. Қазіргі таңда мынау тұрмыстық зомбылық дейді, бізде мемлекет қаражат бөліп жатыр ғой, әртүрлі грант, әртүрлі жобаларға деп, өте көп қаражат. Мен ойымша ұсыныс ретінде ақпарат мәдениет министрлігіне осы тақырыпты сәл шектеу керек деп ойлаймын. Көп азаматшалар бар, өздерінің саяси құрал ретінде немесе осы қаражат алу үшін тұрмыстық зомбылықты ушықтырып көп көрсетіп, яғни проблема көргенсін мемлекет ақша береді ғой. Сөйтіп көп ушықтырады осы тақырыпты. Бір түймедейін нәрсені түйедей қылады да. Бір Бишімбаевтың әрекетін бүкіл қоғамға бағыттады ғой. Бүкіл қазақтың жігіттері осындай еді. Мен ойша осыны шектеу керек та. Ал осы мәселені алдын алу үшін біз еркектермен тәрбие жұмысын жүргізуіміз керек. Қалай істеу керек? Ол үшін руханияттық жігіттерге оятуымыз керек. Сен еркексің, еркек болғансын, әйеліне ешқашан қол көтермей көресің. Әйеліне бір қол көтердің ба, сен еркектікінен айырылу керексің. Тіпті қоғамда мынандай сана қалыптастыру керек шығар. Әйеліне қол көтерген еркекті, меніңше, жолдастары араласпау керек шығар деп. Тіпті мынау Японияда барша, енді барып көрген жоқпын, бірақ соны айтады, әйелмен ажырасқан дейді да, еркектер мансап шектеледі дейді. Сондай бар, білмеймін, мен сондай әлеуметтік желіде оқығам. Сондықтан
мынадай жобаларды жас балаларды мектептен бастап еркектік мінезге қалыптастыру керек. А еркек деген кім? Ол өз-өзіне жауапкершілік ала білетін, керек болса мынау не тек қана нашақорлықпен айналыспайтын емес, арақ ішпейтін емес. Мен өзім ұстаным бар да, қазақтың жігіттері арақ ішпеу керек, темекі тартпау керек, өсек айтпау керек. Сосын отбасына міне үйлендің ба, сен міндеттісің. Әйеліне де, балана да деген сияқты. Не досыңыз, бір кейс ретінде айтайын, қазіргі таңда жігіттердің арасында мынандай ұйымдар бар. Спарта дейді, қаһарман дейді, дала қырандары деген ұйымдар шығып жатыр да. Қарап отырсақ сүйсінемін да, мықты қазақтың жігіттерін тәрбиелеп отыр кәдімгі. Сол жерге барсаңыздар, мемлекет ешқандай ақша беріп отқан жоқ, бірақ жігіттерге не айтады? Сен ез болма дейді, сен спортшы бол дейді. Андай отбасына жауапкершілікпен қара дейді, кәсіппен айналыс дейді. Осы үш құндылықты дәріптейді екен. Міне сол ұсыныс ретінде осы подкастты нетіп, еркекті тәрбиелеу үшін осындай қадамдарға бару керек деп ойлаймын. Өте үлкен ой айтып жатсыз, Марғұлан мырза. Шынында да ер азамат енді отағасы ғой. Президент қой. Иә, кемені қалай барады соған байланысты. Ал енді жаңағыдай қазақ жалпы өзі намысшыл халық қой. Қоянды қамыс өлтіреді, жігітті намыс өлтіреді деген сөздің өзі қайда жатыр? Мысалы, шын мәнінде намысы мықты, рухы биік жігіттер еш уақытта жаңағыдай әрекеттерге бармау керек, өзінің келбетін ұстап жүру керек. Бәрі жаман емес, шынында да біздің азаматтардың адамгершілігіне, намысшылдығына, осы жауапкершілігіне таң қалып жататын біздің шетелдік қонақтарымыз өте көп. Сол дәстүріміз жалғаса берсін. Шынында да жаңағы әңгіме ол рас, осы талқылауды сөйтіп қойдық. Өйткені шынында да мынау дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп айтамыз. Ол да рас қой енді мысалы. Келісемін. Иә. Бұрынғы кезде болған дәстүрлердің барлығын дәл қазір осы қолдана беруге болмайды. Мысалы, өткенде парламент депутаты Мұрат Абдулламетұлы Әбенов мырза да айтты ғой, мынау жастармен кездесіп, мынау Тұран университетінде сол жастар көрсетті, айтып, соны проблема мынау қыздар зорлап ұрлап алып қашу. Енді көп жағдайда көңіл бөліне бермейді, бір отбасының проблемасы сияқты ауыл шамал беректі шулайды қояды. Қалыпты жағдай, ол бір дәстүр сияқты. Қыз алып қашыпты деп бір қол соғып қуанып отыратындар да болады, бір қызық болды деп. Ал енді қарап отырса, ол қыз баланың тағдыры. Ол ертең оның өмірі қалай болады, бүкіл өмірі соған байланысты біздің парламентіміздің өзі осы дәстүрлердің озығы мен тозығын ажыратып, ішіндегі дұрыстарын құндылық ретінде осы бізге заңға енгізіп, қоғамдық ортаға, мәдениетке тарату да біздің белгілі бір міндетіміз сияқты. Енді отбасындағы ер азаматтың жауапкершілігі туралы сөз бастап жатырмыз. Мынау қазақта сөз бар, жақсы әкенің рухани мұрасы баласына 40 жыл азық деп айтады да. Енді мен сәл әдейі өзгертіп айтып отырмын. Әкенің мұрасы әртүрлі болуы мүмкін, материалдық мұрада болуы мүмкін. Керемет жаңағы үй салып, қос машина алып беріп, байлыққа көміп кетуі де мүмкін. Ал енді кейбір көп әкелердің өзіміздің де қолымыздан ол келе қоймайды. Ондай байлық екінің бірінің маңдайына біте бермейді ғой. Ал енді сол байлыққа мақтанып, мысалы ертең ол бала дұрыс жолмен жүре ала ма, соны көтеріп, жоқ басқаша жағдай болып кетеді ме, ондай болып жатады да. Ал енді рухани мұра, анау айтады ғой, атадан бота қалғанша бата қалсын деген де сөз бар. Бата деген не ол? Ол жаңағы рухани, оның ақыл өсиеті, көрсеткен үлгі өнегесі, осы қазақтың дәстүрін, құндылықтарын соның бойына дартып кетсе, міне ол 40 жыл азық болады ертең. Солай ғой. Сондықтан осы тұрғыда біз құндылықтарды сараптап, отбасы құндылықтарында, бала тәрбиесінде, әсіресе ер баланың тәрбиесінде осындай мәселеге назар аударуымыз керек. Қыз балаларымызға оларды әлпештеп, олардың жағдайын ешкімнен кем қылмай өсіруіміз керек шығар. Бірақ ұл балаға басқаша көзқарас керек. Оның жаңа рухын, оның намысын жонып, өз күнін өз көретіндей, ертең отбасын асырайтындай ұстаным болу керек. Әкенің тәрбиесі деген отқанымыз сол шығар. Осы тұрғыдан алғанда,
өткенде сол жерде де бұл бір сөз талқылау болды, жаңағы озығы бар, тозығы бар дегенде мынандай да сөз бар ғой. Ата бабамыздан қалған сөз. Балаңды 6-ға келгенге дейін патшаңдай жақсы көріп сыйла, әлпештеп өсір, еркелет дейді. 17 жасқа дейін құлдай қылып жұмса дейді. Одан ары асқасын досыңдай сырлас деген сөз бар. Осы мақалға қарай қарайсыз, жаңағыдай бұл жерде енді кішкентай баланы бәріміз жақсы көреміз, дұрыс қой. Ал енді орта буындағы балаларды құлдай жұмса деген тым қатты емес пе? Қазіргі балалар оған көне ма? Қазақтың әр мақалын бір тура мағынада қабылдамау керек, астарын қарау керек. Иә, астар. Енді дәстүрдің озығы тозығы деген мен бір сүйікті мақалдардың бірі, көп ойланамын да сол. Енді мынадан бастайыншы. Адамзат бір-бірінен ұлттар бар ғой, несімен ерекшеленеді? Ол бірінші кезекте дәстүрі өзінің. Болмысы ғой енді. Болмысы не? Ол дәстүрі мен тілінде жатыр да. Әттеген-ай, тіл кейде, тілі жоқ қазақтарда бар ғой. Мынау дәстүрге келген кезде, енді шегелен қойған нәрсе ғой. Ұлт болған соң міндетті түрде дәстүр болады, басқадан айырмашылық болу үшін. Мысалы, біз түріміз Қытайға келеді, Филиппинге келеді. Егер дәстүріміз болса, біз бұнда бір ұлтпыз, жүре беруге болады. Бізді сондықтан ерекшеленіп тұратын дәстүріміз. Бірақ енді біз нарыққа, қала мәдениетіне бейімделіп жатырмыз да. Ауылдағы, енді ауыл дәстүрді сақтаушы бір не ғой, деңгей ғой, қалай десек те. Ауылдан кеткен соң біз қаланың мәдениеті енген соң көп нәрсе біз ажырап жатырмыз. Ол қалыпты жағдай болып жатыр. Бірақ жаңа сіз анау қызға қатысты айттыңыз ғой, қыз алып қашу деген жаңа сөзін төркін содан бастадыңыз ғой, как мысал ретінде. Кейде соған да әзілмен қараймын да. Мысалы, қыз алып қашу қазір бізде қылмыстық кодекс енгізілді. Бұл ол адам алып қашу деген баппен келеді. Ұрлау деген баппен келеді. Ол жерде қыз алып қашу деген бап жоқ. Просто адамды ұрламау керек деген сияқты. Бірақ мынандай бар да, дәстүрде бар да, алып қашу бар ғой. Болды ол қазақ несінде. Енді қазіргі жағдайда мынандай жайттар болады да. Сен қызмен келісіп алып қашасың да. Енді ол дәстүр ғой. Білесіз ғой. Ол қалай болады ол жағы? Мұны кейде осындай ойландыратын нәрселер. Зорлап алып қашу өзінің еркінен тыс деген. Еркінен тыс, ол білем, ол дәстүр емес. Бірақ көбісі айтады, бұрын болған дейді, ол еркінен алып қашу болған дейді. Ол шын көну керек, ол кезінде болған ондай. Енді біз ол деңгейге түспейміз. Бірақ жаңағыдай алып қашу дәстүр ол болған. Мен бір мысалын айтып отырмын. Мен де қала мәдениетіне. Мен үлкен ғимарат, үлкен көп қабатты үйде тұрамыз ғой, бір рет көршілердің чатына жаздық та, мал соятын, малды жіліктейтін ер азамат бар ма деген сияқты ше. Сол кезде ешкім табылмады да. Былай қарасақ, дәстүріміз да бұл біздің, білуіміз керек. Бірақ біздің Асқар Жұмаділов деген математика ағамыз бар да, калькулятор тұрған кезде есепті үйрену қажет па деген сияқты сөз бар да. Сол сияқты қазіргі таңда бізде енді нарықта ақшанды берсең соны істеп беретін нелер бар ғой, кәсіпкерлер бар ғой. Малынды да сойып береді, басқанды істеп береді деген сияқты. Бірақ дегенмен дәстүрдің озығы, тозығы дейді. Біз осыған көнуіміз керек. Бірақ тозбайтын жағдайлар да бар ғой. Бұл баланың тәрбиесіне. Соны сіз айтып кеткеніңіз жаңағы баланы құлдай көру деген. Мен сол мақалға кейде көп ойланамын да, қалай деп. Мысалы, мен құлдай көргім келеді де. Құл деген құл емес қой енді. Жұмсау деген сияқты. Еңбекке баулу деген сөз бұл жерде. Ерте сен оған ақшаның астары ғой. Астары сода жатыр. Тікелей түсінуге болмайды. Өйткені 6 жасқа дейін оны патшадай көр деген еркелетесің да, сен одан кейін санасы кіре бастайды ғой. Еңбекке баулайтын кезеңде, егер сен еңбекке баулытпай, оған қымбат дүниелер әперіп, ол үйден шықпай, тек қана соткада болса, ертең үлкен өмір келген кезде ол дайын бола ма? Міне, ертеңгі суицид, ертеңгі тұрмыстық зомбылық осындай жастардан шығады. Сондықтан мынау қазақтың өлмейтін сөздерінің бірі, мынау баланың тәрбиесіндегі құлдай көр дейді, еңбек еткізу керек. Бірақ енді қалада тұрып отырмыз ғой, кейде ойланамын, мен осыны баланы қай жерде құл қылып көре аламын деймін да, қорамыз жоқ, мал ұстап жатқан, иә. Әкелетін суымыз жоқ деген сияқты. Вот міне еңбек құндылығы әлсіреп жатырмыз ол жерде. Сондықтан бұл бөлек тақырып, жалпы дәстүрдің тақырыбында біз қазақ болып қалуымыздың, болмысын сақтауымыз үшін дәстүрімізден ажырамауымыз керек. Иә, анау басқа
орыс тілді болып кеткен азаматтар бар ғой. Иә. Оларды айтпағанда қазақ тілді ортаның өзі кейде алшақтап жатыр. Егер сол дәстүрді біз толық түсініп астарын өмірімізге бейімделе алғанда, мына тұрмыстық зомбылық та болмайтын еді. Балалардың суициді болмайтын еді. Ажырасуда болмайтын еді. Міне дәстүрдің біз қазақ болып қалыптасқанда негіздерін біз алшақтағаннан кейін осындай қоғамдық мәселелер туындап жатыр. Өзім ойым соны, бұл бөлек тақырып, әлде қарастыру керек. Иә, бұл өте терең тақырып қой. Шынында да жаңағы айтылған мәселе, енді қалалық балалар шынында да жаңағыдай еңбек тәрбиесін көрмей жатыр. Не істеу керек деген сұрақ барлық жерде бар. Актуалды тақырып. Иә, менің ойым, ол енді үйде елдің бәрі қаншама қаласа да оны жасай алмайды. Бірақ мынау ең не бар ғой, мектеп бар ғой. Мектепте осы еңбек тәрбиесін күшейту керек шығар. Мысалы, кезінде мектеп жанындағы учаскелер болды, иә. Өте керемет. Қазір қарап отырсақ, солар жоқ. Балалар мектепке барғанда тек оқу. Ал енді бар анау кетпенмен күрек ұста десе, әке шешесі де ойбайлап шығады. Бала құқығы дегенді енгізіп алды. Иә, бала құқығы деген. Кезінде бала, біз өзіміз пол жуаттығымыз мектепте, білесіз ғой, кезекеді. Қазір балаларға бір тряпка ұстатпайды, бала құқығы дейді. Вот міне осында жатыр. Өзің отырған жерін тазалаудың өзі, мысалы, содан енді. Ол талаймен көрген балалар оған әдеттенбеген, анау апайлар пол жуып жатса, барып шелегін теуіп кетеді, немесе қағазды лақтырып кетеді, сол шелектің ішіне тряпкасына аяғын сүртіп, сондай. Себебі оларда ол құндылық, адами қасиеттер осы тұрғыдан қалыптасып жатқан өте қауіпті нәрсе. Сосын мынау жоғарғы сыныптарда мектеп жанынан бұрын УПК дейтін оқыту тәжірибелік кәдімгі станциялар болатын, комплекстер. Мамандыққа тәрбие. Біздің кезде болмапты онда. Сол. Ол кеңестік үкіметтен көп жамандаймыз, бірақ сондай жақсы нәрселер болды ғой. Сол кезде бүкіл жаңағы мектеп түлектері бітірер кезде кәдімгідей бастауыш мамандықтарды алып, қолдарына куәлік алып шығатын, олар кәдімгі соларға белгілі бір кешен ұйымдастырылып, талай нәрсені үйреніп шығатын. Соны қазір неге жасамасқа? Мысалы, барлық шетелдік тәжірибе осыны көрсетіп отыр. Біздің балаларымыз мектептен шығады, академик болып шыққан сияқты болып шығады ғой. Бәрін жаттап, жаңа ЕНТ тапсырса болды. Қолынан келетін функционалдық сауаттылық деп шулап жүргеніміздің бәрі, сондай нәрселер болмаса, ол қалыптаспайды бәрібір. Сондықтан енді Жапонияның да, Қытайдың да, Кореяның да тәжірибесін бәрі көрсетіп отыр ғой. Ол жерлерде де құндылықтың бәрі сақталған, ол жерде де дамыған ел, бірақ балаларға анандай тәрбие беріп отыр. Еңбек құндылығы. Еңбек құндылығын басты орынға қойып отыр. Сол елдер дамып жатыр. Біздің осы тұрғыда жалпы мынау оқу процесінде осы мәселе ақсап жатыр деп ойлаймын. Кезінде бар нәрседен біз айырылып қалдық. Енді тағы да бір сәл жаңа тақырыпқа қарай ауыссақ, Марғұлан мырза, өзіңізді осы Қазақстанға белгілі ультрамарафоншы, яғни ұзақ алыс қашықтыққа жүгіретін бір керемет неңіз, қабілетіңіз, өнеріңіз, хобби дейміз бе, бар екен. Тіпті мынау Атыраудан Алтайдан Атырауға дейін жүгірем деген талап болып, орта жолда неше түрлі қиындықты көріп, ауырып больницаға түсіп, температура 39 болып, соның бәріне шыдап, сондай талап қойғансыз. Одан кейін тағы Қазақстанды басқа азаматтармен бірге жүгіріп өткен, бір енді ол өте сирек кездесетін қасиет. Жобаға болғанда да оған әр адам бара бермейді ғой, біздің ойымызға да кіріп шықпайды мысалы. Сондықтан осы хоббиіңіздің сыры неде, ол сізге не береді? Ол мына жастарға қандай өнеге береді деген сұрақ қойсам деп отырмын. Көбісі мені сол жағына танып жатады, ультрамарафоншы ретінде. Бұл жалпы мен бала кезімнен күреспен айналсам. Анау 8-ші сыныпта барған екен, содан бері жасым 43-те әлі күресіп келе жатырмын. Енді қанымызға сіңген шығар. Бір бос кілемге шықпасам тұра алмайтын нем бар. Дерт деймін ба? Күрестің қандай түрі? Негізі самбо, дзюдомен айналысам. Мен де самбомен айналысқам, керемет қой самбо деген. Түсінесіз, онда жалпы бос кілемге бір шыққансын, одан бір ләззат аласыз да. Қазір бізде ардагерлер қозғалысы бар, шеберлер арасындағы чемпионаттарға қатысып тұрам.
бірақ мынау министрлікте жұмыс істеп жүрген кезде бірнеше рет Европаға бардық тәжірибе алмасуда. Заң жазу процесінде соны көрдік та. Сол кезде мен Қазақстан делегациясымен барған кезде бір байқағаным, біздің қазақ азаматтары енді барлығы емес, бірақ көбісінде барған бетте арақ ішуге Ой, бұл кірісіп кетті да. Содан мен шығып хобби. Біздің енді совет үкіметінің несі ғой, жаман жағы ғой біздің үйренгеніміз. Сөйтіп таңерте ерте тұрамын да, біз әр жерде болдық, сол жерде андай қалада болдық, ауылда болдық, сол жерде Европада. Сол кезде қарасам, мынау саябақтарда азаматтар көп жүгіріп жүрген, таңғы жүгіріп жүрген да, өте көп кәдімгі көрдім өзім. Елге келсем, ол мәдениет әлі ақсап жатыр. Я бізде совет үкіметінен бар ғой енді қалыптасып жатыр, бірақ бізде қарап отырсақ мынау жалпы бұқаралық спортты дамыту емес, кәсіби спортқа көп көңіл бөлеміз да, и халықтың барлығы тек жанкүйер болумен ғана айналысады екен. Бітті. Соны біз спорт мемлекеті деп қарайды екенбіз да, олай емес екен. Салауатты өмір салтына бейімделген халық бізде төмен болып тұр. Әсіресе қазақ халқының ұғымында. Қазақ халқы спортты 25 жасқа дейінгі ермек ретінде қарайды екен да. Жастардың бос жүрмей айналысатын дүниесі ретінде қарайды екен. Одан кейінгі 30-дан кейін асып біреу ауылда жүгірушісе, осының жұмысы жоқ па, бір еріккен азамат, адам деп қарайды екен да. Көрдіңіз ба? Сана жатыр да. Яғни бізде басты байлық денсаулық дейміз да, бірақ той томалақта денсаулық үшін алып қоямыз демейді. Арақ ішеміз, көрдіңіз ба? Бірақ сол азаматтар өз денсаулығын, азамат өз-өзін құрметтеу денсаулығын басталады да, өз денсаулығын құрметтеуді. Бірақ денсаулықты жағдай жасауда қадам жасамайды екен. Мынау онкология ауру бойынша біз 10-қа кіреткенбіз, әлемде ойланшы. Я семіздіктен қанша алға шығып жатырмыз. Сөйтіп ойлана келіп, мен көрекші осындай бір эффект болатын жобалар жасайықшы дедім да. Өзім енді марафон жүгіріп жүрдім, бір қызық айтайын. Мен марафон деген өзі 42 километр ғой. Бірақ жұрттар сияқты мен 5-10 километрден емес, бірден 42 километр жүгіріп кеттім. Сөйтіп өзім төзімдігі даярлығымды көрдім да, сөйтіп мынау әйгілі, әлемге әйгілі Оскар алған Форест Гамп деген кино бар да. Азаматтар, көрермендер білетін шығар. Фильмнің түп негізінде не жатыр? Бір азаматтың өмірдегі кезеңдерін қарастырады да. Қандай іс бастаса да, ол азамат жұмысы жүріп кетеді екен. Соғысқа барды, батыр болды, кәсіпкерлікпен айналысты, кәсібі жүріп кетті да, бірақ бір күн отырады да, просто жүгіріп кетеді екен да. Американы айналып келеді да, жүгіріп. Сол кезде бұны Биги Форест дейді, Форестті танымалдығы арттырып кетеді да. Соны ойладым, енді мақсатың танымал болу емес, осы эффект болатын бір жоба жасайыншы дедім да. Аты шықпаса жер өрте дейді да. Бірақ бұны аясында не жатты? Қазақ халқын салауатты өмір салтына тарту. Бірінші. Мынау жүгіру ең қолжетімді спорт болып табылады екен әлемде. Бұған екі нәрсе керек. Тәпішке керек, кроссовки дейді ғой, и ниет керек. Бітті. Осы екі нәрсе болса, сен айналысып кетесің. Бұған үлкен қымбат инфрақұрылым керек жоқ, команда керек жоқ. Бірақ бұл спорттың төресі болып табылады да. Көрдіңіз бе? Негіз, база болып жатады. Сөйтіп бірінші мақсат қойдым, халықтың арасында салауатты өмір салтын насихаттау жастарға. И екінші мәселе ішкі туризмді дәріптеу. Білесіз ғой, бізде қазір әр қазақтың арманы Дубайды көру, Мальдиваны көру, Таиландты көру. Бірақ ата бабасының жері, мынау айтады ғой, найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғаған тарихта болды ғой. Қанша ғасыр бізді жоңғарлар басып ала жаздады ғой. Сол жерді біз өзіміз сүйсінбейміз ғой, қазақ. Анау Ұлытауды көрейінші, Түркістанды көрейінші, Қатонқарайды көрейінші деп арман қоймайды. Анау Мальдивиді көріп кетейінші. Міне көрдіңіз бе? Соны ішкі туризмді, міне патриоттық осыдан басталады. Ішкі туризмді сен бірінші дамыт өзің. Өз жеріңді көр деп, сөйтіп тұрдым да, Қатонқарағайға бардым да, содан негізі Атырауға дейін жүгірем дедім мен. Енді қазақтың төл сөзі бар, Атыраудан Алтайға созылған жер дейді. Осыны көрейінші. Қанша километр ол? Жоқ, ол 3000 бір нәрсе болады екен қашықтық. Бірақ мен енді жаңа айтып қалдыңыз ғой, Ақтөбеге келген кезде мен мынау отравление дейді ғой, орысша. Сондайға тап болып, ауырып қап, сөйтіп тоқтадым Ақтөбеден қасынан. Бірақ жігіттің бойында намыс деген бар ғой. Келесі жылы бұл шығыстан батысқа дейінгі жүгіріс болды. Келесі жылы қасыма Қазақстандағы бір жүгіріп жүрген ультрамарафоншы 4 жігітті ертіп,
бүкіл Қазақстанда айналып шығуды солай мақсат қойдық. Алла тағала бұйырып, сол 70 шақырымды біз 5 жігіт болып өтіп Қазақстанның Гиннес рекордын жасадық бірінші болып. Мақсаты осы, бұл жерде бір хайп емес, бұл жерде таза идеологиялық қазақ халқын салауатты өмір салтына насихаттау болатын. Бұмен біз әлі тоқтамаймыз, бірақ негізі жобамның аты менікі Номатран болды. Ақпарат ретінде айтайын, Номатран деген көшпенді ран жүгіру, яғни көшпенділер жүгірісі дейді. Бұл неде жатыр? Яғни біз көшпенді халықпыз. Көшпенді деген бұл қыстақтан жайлауға көшуді айтпайды. Бұл біздің өмірде қозғалысымыз да. Біз қазір ғылымға, білімге, әлемді тануға, саяхаттауға, көптеген нәрсені енгізуге, өмірімізге қозғалыста тұруымыз керек. Мұны мақсаты осы болды. Өте қызық, адам сенгісіз, енді Қазақстанда айналып шығу деген жүгіріп, ол жай көлікпен жүгіріп, көлікпен айналып өтудің өзі бір адам сенгісіз нәрсе. Енді мақсаты былай ғой, жаңа айтып кеттіңіз ғой, көлік деп айтып кеттіңіз. Екі аяқпен адам өткенсін, неге көлікпен адам Қазақстанда айналып шықпайды? Көп шығу керек қой. Талай жерді көрдіңіз, талай халықпен кездестіңіз, талай адам, енді ол шынында да сондай талап жасап жатқан азаматтарға сый құрметін көрсетеді ғой. Ол сыйластық, шынында да Қазақстанның табиғатын тамашалап та талай жерді көрген шығарсыз. Енді адам қызығатын нәрсе. Сондықтан бізде осы Марғұлан сияқты азаматтардың осындай спортқа, салауатты өмір салтына деген осындай жобаларын қолдауымыз керек деп ойлаймын, үйренуіміз керек. Енді сөзіміз соңында жаңа айтып кеттік, Ұлытаудан шыққан азамат солы ғой. Ұлытау деген қазағымыздың ең қастерлі, ең киелі деп ата-бабаларымыздың талай бас қосып, хандық құрып, сол жерде өркениет құрған, содан бастау алған руханиятымыздың да бастау киелі жер ғой. Сондықтан осындай жерден туған азаматтар мықты болады шығар деп ойлаймыз. Мемлекет басшысының өзі алғашқы құрылтайды Сораға барып өткізді ғой енді. Жошы ханның басына барып тәу етіп. Сондықтан Марғұлан мырза, музыка бар ғой, соны қойып. Марғұлан мырза, бүгін хабарымызды осы сіздің туған жеріңіз туралы осындай керемет өлең бар екен. Сонымен аяқтасақ деп жатырмыз. Ұлытаудан туған осындай ұлдар көп болсын. Жаңағы өзіміз айтқандай өсек аяң арақ ішіп, темекі шегіп, жаңағы наркотикпен айналысып, қалай болса солай азып тозып жүрген азаматтардың қатары сиреп, өзіңіз сияқты елге өнеге көрсететін рухани әлемде де азаматтық бастамаларды қолдап, оның үстіне өзіңіздің жеке өнегеңізбен жаңағыдай спортқа, салауатты өмір салтынан насихаттап, бала шағаңызды сұрап өнеге көрсетіп жатқан өміріңіз өркенді болсын. Бүгінгі хабарға келіп, осы өте мәнді, маңызды әңгіме айтқаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Сөз соңында айтарыңыз бар ма? Эфирлерінен қашпаймыз, сізге шақырған жерден қалма дейді, бірақ өзім көбінесе әлеуметтік желіде тойға қатысты көп айтамын да. Қазақ той емес, ойлы жерлерге көп бару керек деп. Сол себептен мынау подкасттар қазіргі таңда жаңағындай өсек аян сондай әңгіме өтудің жеке басты емес, жалпы қоғамдық түйткілді мәселелерді көтеретін алаңдарымыз көп болсын. Жалпы мынау жаңағы Ұлытау деп айтып кеттіңіз ғой. Біздің қазақта қасиетті жерлер көп.
әр адамның өзінің туған жері қасиетті да. Бірақ біз мынау кеше президентіміз алғашқы құрылтайда осы ұлытауда не үшін жариялады? Өйткені біздің қасиетті киелі жерді сол құрылтайда айтылған мәселелер қазіргі таңда біз соның іске асырушы болып табыламыз, азаматтық қоғам. Осы подкастты пайдаланып кетіп, мен айтайын дегенім, жалпы мемлекеттің даму процесі тоқтамайды, әртүрлі мәселелер бола береді. Сондықтан біз мынау қоғамдық белсенділер, азаматтық қоғам институттары бейжай қалмай, осындай әрдайым белсенділікті танытып жүру керек деп ойлаймын. Көп рахмет, аман болыңыз. Осымен қадірменді көрермен, татулық кз жобасы аясындағы келесі хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.